Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте оңай және де қолжетімді заттардан тұратын жеңіл салаттың түрімен таныстырғым келеді. Ол үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады, яғни 3 бас сарымсақ, қызыл фасоль, майонез, жүгері және де керешки не болмаса сухари. Енді салатымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға жүгерімізді саламыз. Оның үстінен қызыл фасолімізді саламыз. Керешкемізді не болмаса сухаримызды саламыз. Сонан соң сарымсағымызды майда үккіштен өткізіп қосамыз. Соңынан майонезімізді салып, барлығын араластырамыз. Достар, біздің өте оңай жасалатын және қолжетімді заттардан тұратын салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.